Ассаламу алейкум! Все, кто нас ждали, все, кто нас ждут, сектанты, все. В общем, мне Султан аға екеуміз. Бірінші чос. Чос деген жаңа басындағы шуткалар жинағы. В общем, біз қазір жолға шыққалы жатырмыз. Менен және Султан келді. Мы хотим сейчас похавать и кешкісін. На чем мы поедем? Угадайте. Поезд. Біз екеуміз поездбен, потому что біз ұнатпаймыз таксиді. И баймыз. Иә, ол да бар енді. И получается, кім Рахым мен Гала и Қаршыға оларда жұмыстар болып тұр. Түнде не жұмыс болады? Жұмысын істеп сап на такси. А біз ертең таңертең барып бұйыртса сценарий жазамыз. Сағат қойсашы мен? Сағаттың қанша брат? Вау! Ну вы поняли, да, почему мы на поезде, а не на такси? Міне, короче, біз шықтық. Қазір жолдамыз, бізді апарып жатқан Султан. Мә, Нұржанның ағасы Султан, мінекей. Коллега. Кеттік біз, короче, қазір на поезде. Я 14-ші болды. Салам алейкум, біз міне семей автовокзалы қара. На английскім жаз қыпты вокзалы дегенде. Бір ай болған бізде примерно, е? Жайыз онда, Султан. Давай, рахмет. Мен қазір тамадалықты басадым. Өзіме ұнайды вообще тема кетіп жатыр. И халыққа да өтімді деп ойлаймын енді, халықтың отзывы бойынша. И қазір жылаған апаларды айтпай қой. Ой, оқсы. Ол менің нелерім ғой. Хейтерларым ба? Фан базам ғой мен. Фан базам ба? И еще шатырдың әзілдерін көргілеріңіз келсе, тойда именно. Той форматында. То заказ беріңіздер. Қызметтеміз. Міне біздің вагон. Чуть-чуть ескілеу екен. Султан үстіге жатып қор етемін дейді. Болды, интерес жоқ. Мен кино көремін. Султан кеше тойда. Жоқ, алдыңында тойда. Ну, получается, кеше таңертең үште жатты. Потом футбол сразу с утра. Потом кеше неме жаздық, біз съемка болды. В общем, вообще ұйқы жетпеді. Бүгін жұмыс и бүгін енді бітіреді. Все, кірер. Доброе утро, друзья. Доброе утро, команда. Біз бүйтіп шай ішіп отырмыз. Слушай, отырмыз. Біздің қасымызда 50-ге дейін келіп өлем деген бір қыз бар. Минус 6-да 25. Правочка 50-ге дейін емес, 50-ге жетпей екен. Помогите, пожалуйста. Ладно. Осындай на позитиве келіп жатырмыз. Ой, Алишка нас балует. Ассаляму алейкум. Как дела? Какими понятиями живешь? Людскими. Людскими? Людской, да, на? А как это людские понятия? Жек қойғансың ғой? Алишка, біліп жүр. Людские понятия. Оберегать, любить и уважать. Дұрыс айтады. Алишканың багажнигі unpacking. Лучше, может, неге да? Каска той болған болған жоқ, прикинь, жұмыста. Закупаемся с монатиком Айдары. Міне шатыр тамаққа деп алып жатыр. Жұмыртқа алдық. Мынандай гнилой темалар, как всегда. Сіздер білесіздер. Галам Қаршыға рахым. Surprise! Мен бүгін гнилой тема жасамаймын, өйткені мен ішім ауырып тұр, боржоми ішемін. Сол ғой сен гнилой тема? Я гнилой боржоми. Боржоми болады. Мынау скидка болып отыр екен, тест алайық деп тұрмыз. Бізде осы шоу, выходқа осындай ствол болады. Мен онымен атам. Элитный таспиғымен. 137 болсын. Ойбай. Былай жүрсем, қатеме ғой? Митикқа шықты деп әңгіме болмай ешқандай. Былай жүрсем, мен таппады етпеймін. Оба! Күшті ма? Күшті ғой? Менікі де күшті екен, дәмді сары ахисаны. Дерзкая. Гнилой тема еще здесь, мы здесь. Мынандай да бар, я. Еще мынандай гнилой тема. Еще морковпен болады. Ит иттігін істейді дейді атам қазақ. Бірақ ол мақалдың мына жерде еш қатысы жоқ, просто есіме түсіп кетті. Міне біздің Әли алдыда. Неге бар жолға кіріп кетті. Нұржан инженер жөндеп жатыр мінекей. Әне,
Сол үшін осы семейден келуім керекпін Әне. Әне. Не бит, не крашен, да? Продаю. Біз міне молочный изделие алдық, короче, ет алдық, сүт алдық, кефир, айран. Кефир жоқ, қаймақ. И мына бауырым тұрады деп апа жұтқыз жібереді ғой. Короче, бұған айтамын ғой, сүт ала сал деймін басқа жақта. Мен алып жатқан жерде жоқ та. 650-ден дейді. Мен айтам, все нормально, ала бер деймін. 2 литр ал деймін ғой. Бұл уақытта 600-ден алады. Құйғызып алған, короче, дайын тұр ғой, төлет деп. Келіп төлейін десем 1400 дейді ғой. Мен айтам, апа 1300 болады ғой десем. Мен новый бутылка құйып бердім деген ғой. Енді дұрыс қой апа. Қазақтың апасы. Сонда бутылка үшін қолдамасақ сонда 100 теңге сверху көріп тұр ғой сонда. Новый бутылка дейді. Былай да былай енді. Логично қарасаң, қолыңа қойып бермейді ғой любой жерде. И мына жігіт еще. Жарайды, брат деп тұр. Султан жұт қалды деп ойласаңыздар, Султан чорт деп жазып жүріңдер, Тигры восстание! Алейкум салам! Ассалаумағалейкум. Біз. Алло. Но мен көтіне ұстады. Потом же продал же свой бизнес. Че жаңағыда етпедің бе? Сорса салды ма? Надо будет брат, да? Міне осында тұрып жатырмыз. Қазақстан. Опана, жеттік біз маған. Міне хата осындай күшті екен, кайф. Хайу. Молодец. Молодец. Әне выбрал квартиру. Риэлторские услуги. Жақсы, выбрал. Мына Вибрал. Осында парашют салып тастаймыз. Вот хата жақсы. Ис кайф. Бізде андай, короче, біз ақшаны пайдек. Именно тамақ сондайларды үйден готовить етіп қысамыз, но бізге главное неден қысмаймыз, короче, үйден. Бізге өйткені уют керек в первую очередь. Если уют, тазалық болса, біз сценарийді жақсы жазамыз, потому что уже уайымдамайсың, жеркенбейсің отырған жатқан жеріңнен. Сол үшін мынау өзіне тұрарлықта екен. Ар жақ Хайвил уже шаршақапты, рас қанша таңдады. Мына жақ Хайвил жақсы екен. Байтұрсынованың бойындағы. Короче, осындай видуха. Тема ғой, брат, короче. Ашасында, короче. Султан, он главный повар после Корчагина. Это Корчагин. Он всегда такой веселый. Корчагин, ты лучше, братуха. А здесь у нас вот такие ребята лежат. Привет. Бұл бастықтарына, ештеңе демейсіңдер. Бізде жақсы жаңалық бар. Осы поездкадан бастап, мына влогтың монтажын Гала істейді. 4 күн күтесіңдер ғой, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Доброе утро, друзья, доброе утро, команда. Вот біз съемкаға шықтық. Эй, молодец. Сау болыңдар, Астана. Всем ассалаумалейкум еще раз. Вот все мы здесь в сборе. Вот, қызыл киген қыздар. Пошли. Әне. Міне, алатта өсі тұрғызан қараттыға тиғара, Ах, вот, а чё ты кикене? Біз Нұржан табылмай жүрсек нахуй. Біздің съемный екен ғой. Бір жердік семейдік. Натуре, ма? А чё против нас, и чё? Сырва против меня может. Нұржанды общение Миша жасауға алмайды, короче. Өзі. Бәрі съемка түсірсе, Нұржан общение қыздармен, короче. Тихоря!
біздің қарнымыз ашып съемкаға келіп әйтеуір жүрсек, бұл кісілер тамақ ішіп отыр. Астаңыз дәм достық. 2 saat. Иә, болды, кет. Қазір міне, лучше. Молодцы. Бұйырса кесеміз. Алейкум ассалам. Міне, мына кісі бізге... Қараме, мен жазып отырмын. А кісі біздің усиление. Бізге енді келді көмектесуге. С нами будет писаться и с нами будет жить. Всю поездку. Бүгін бізге қонаққа Асқар келді. кезінде Альянскінің командасы ойнаған Нұрсұлтан братан келді. Самса, бро, тәсті. Мынандай самсасы мен ғой. Қосқан жоқсың ғой? Қосқан. Астанада номер 1 самса. Қарап тұрайын. Номер 1 самса Астанада. Квасы бар, квас. Квасымен. Шымкенттің квасы. Машасын деп шыға. Натуре ма? Осылай ма? Серьезно? Арбасында Шымкенттегі барына дейтін. Доброе утро, друзья. В общем, ұят болды. Бүгін 11:30-да ояндық біз. Кеше где-то 2:30-ға дейін сценарий жаздық та. Сосын 9:30-да оянғам мен. Білмеймін қалай ұйықтағанын. Не істеп өйтіп ұйықтап жүргеніміз білмеймін, ұят болды. Даже бір жағында редактура, даже музыка жоқ. Просто по тексту сөйтіп жазғанымыз ғой. Біз кеттік, біз үшеуміз бөлініп кеттік. Жоқ, короче, лучшылар бірге жүреді деп шештік. Ол да бар, иә. Ол да бар еді. Просто аналар өте долго и біз түсіп кеттік, пофиг, 16 этажда тұрамыз ғой. Погрешность жасады сондай. Let's go. Мына ағамыз алматинский болып келген ғой. Астанаға не вписывается чуть-чуть. Это был долгий кемп, я готовился. Ислам Ахачев. На коротком времени вышел с команды шатируем, лифтем. Короче, бүгін 25 октябрь, республика күні. И сол бір кішігірім кипіш деген сыбыз бар. Сол үшін патрулировать етіп сөйтіп жүреді дейді. Сондықтан бізде редактура мына үйде болады, Северкада. Именно кімнің квартирасында екенін білмеймін. Бір база сол квартира болады. Бәріміз шашылмас үшін осы көптеген команда негізі где-то 90% осында тұрып отыр ғой. И осында өте береді. Сол үшін міне бірінші редактураға келдік. Короче, мынандай болып отыр редактура. Обстановка осындай из-за ситуации. Жатып алғансың келесің. Қалжылай дейді ғой. Достар, бүгінгі күн Нұржанның пирог пісірумен аяқталады. Қазір бізге сүт пен пирог берейін деп жатыр Нұржан. Асырға бар өсіңіз. Біз бүгін, во-первых, мынандай 10 литрлық кастрюля сатып алдық. Ішінде сүтіміз құйылып тұр. Және де фанфармен, ыстық леппен мынандай пирог. Жеге пирог жейміз, пирог. Все, енді сейчас будем писаться. И все, дайындаламыз. Ертең уже гейм-прогон болады. Бүрсі күні ойын. Ертең, кстати, по домам түсіреміз. Келісіп қойдық. Все, бүгін бітті. Валить от нашей квартиры.